Сәлеметсіздер ме достар, арнаға қош келдіңіздер. Геморрой жауыр болған емес, керісінше жасырын тақырып. Көпшілік жасқанып жасырғысы келеді. Алайда аурын жасырғанның өлетінін ескерсек, емделуден ұялмау керек. Мейлінше тексеріліп анықтап, шипасын іздеген маңызды. Енді басталса емдеу қиын емес. Ал асқынып кетсе, соңы ота залынан бірақ шығарады. Егер сіз геморройдың қандай да бір белгілерін байқасаңыз, дереу дәрігерге барыңыз. Тексерілуге ұялатын болсаңыз, онда халықтық жолмен дертіңізге дауа табыңыз. Құрметті оқырман, біздің арнамызды 79% тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны қарап отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Геморрой ауруы қышу, күйдіру, қан кету секілді белгілер арқылы көрініс береді. Геморройдың пайда болуына күн ұзақ бір орында отырып жұмыс істеу, тым көп жүк көтеру, аяғынан тік тұрып жұмыс істеу, дұрыс тамақтанбау, яғни майлы, тұзды қуырған тамақты көп тұтыну, артық салмақ, шылым шегу, алкогольді ішімдік ішу, жүктілік немесе босану, стресс, жиі іш қату немесе іш өту. Сонымен қоса ішекке ісіктің пайда болуы себеп болады. Негізінде геморройдың шыққанын бірден байқау қиын, десе де жайсыздықтар арқылы белгі береді. Геморройдың белгілері: мазасыздық, анал аймағының қышуы, күшенген кезде анал аймағының ауруы, анал аймағында ісіктің пайда болуы, анал аймағында қан кету. Үлкен дәретке отырғанда анал аймағында томпақ зат білінеді. Кей жағдайда үлкен дәретті ұстай алмайтындар болады. Міне бұл геморройдың асқынғанын айқындайды. Сонымен қоса, іш қату, гиподинамия, диета ұстау, жамбас мүшелеріндегі ауру, жүктілік және босану, ауыр физикалық еңбек, тұқым қуалаушылық. Бұл жағдайда тап болмау үшін сақтану ережелерін қатаң орындау шарт. Кез келген ортада айтуға ыңғайсыздық тудыратын бұл ауруды емдеуге медицина түрлі дәрілерді, свечаны ұсынады. Жоғарыда айтқанымыздай, бәріміз бірдей тексеруден жасқанамыз. Сондықтан да геморройдың көзін құртатын 5 түрлі ем ұсынамыз және кеңес береміз. Біріншісі ыстық ванна. 1 литр сүтті ыдысқа құйып отқа қойыңыз. Оған 1 бас пиязды салып, 30 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң емді сұйықтықты шылапшынға құйып, буына жүрелеп отырасыз. Ем уақыты сүт салқындағанға дейін созылады. Екіншісі түймедақ тығыны. 30 грамм кептірілген түймедақ, яғни ромашка шөбін 200 мл қайнаған суға салып, тоңдырып қоясыз. Шамамен 25-30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, мұз жасайтын арнайы текшеге құясыз. Ыдысты мұздатқышқа қою керектігін ұмытпаңыз. Дайын болған түймедақ мұзы ісінуді кетіреді, қабынуды емдейді. Тамырлар тарылып, қан жақсы айнала бастайды. Түймедақ бактерияға қарсы және анальгетикалық әсерге ие. Үшіншісі картоп тығыны. Картопты жуандау етіп тіліктеп турайсыз. Көкөніске вазелин жағып тік ішекке саласыз. Картоп тығыны 1 күнде ақ геморройдан құтқарып, жаныңызға рахат бөлейді. Төртіншісі бал тығыны. 2-3 қайтара қабатталған тәкеге сықпа балды салып, нығыздап ораңыз. Содан соң жарақаттанған тұсқа қойыңыз. Бал тығыны қабынуды емдейді, геморройдың көзін құртады. Сонымен қоса салқын компресс. 1 дана лавр жапырағымен 1 шай қасық қырмызы гүлді, яғни календула, ұнтақтайсыз. Ұнтақтың 1 ас қасығын 1 стақан қайнаған суға салып тоңдырып қойыңыз. Шамамен 2-3 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, мақта матаға малып алып, жарақаттанған тұсқа қоясыз. Сыртынан қағаз таңғы жабыстырып қою керек. Осылайша 1 сағат жатсаңыз, жеңілдеп қалғанын сезесіз. Геморрой бар екенін қалай білеміз? Егер ауырсыну, қан кету болса, онда міндетті түрде дәрігердің кеңесін алыңыз. Геморройды қалай емдеуге болатынын үй жағдайында
қалай дайындауын айтылдық. Видеоны достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Ем болсын достар.